Қайрат Аламұратов Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті бойынша өз орнын тауып атырған талантлы жас филологлардан бірі. Ол балалығынан тілдің қысылмас сырына, сөздің тартымлығына һәм әдебиеттің шексіз күшіне сүйсініп өсті. Оның іліми қызығушылықтары бәрінен бұрын ана тілінің тарихи рауаждануы, диалектілік өзгешеліктері һәм әдеби норма мәселелеріне қаратылған. Қайрат әрбір сөздің өзіне тән тарихы, оның жоғары мәнілік күшіне ие екенін сезеді. Соның үшін ол басып өтіп атырған әрбір іліми іздену жолы тек қана тіл білімі іліміне емес, ал милли мәдениет һәм рухилық рауаждануына да үлес қосуға ұмтылған халда өтеді. Жас филологтың дөретушілік жұмысы да ітібарға лайық. Ол әдеби талдауда заманауи іліми көзқарастар менен үйлестіріп, әрбір шығарманы тек қана текст сипатында емес, ал автор рухы, дәуір рухы һәм социалдық хақиқатлық соқлығысу сипатында көреді. Сол себеплі оның мақалаларында терең іліми пікір, өзгеше бақылаулар һәм көркем зауық бірлесіп кетеді. Қарақалпақ тілі барлық түркі халықтары сияқты түркология ілімінде өзінің жоғары бір дәрежесіне ерсе деп айта алсақ болады. Қазіргі Қарақалпақ филологиясының ахметлі мәселелері Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті қанегерлігіне 90 жыл атамасында конференция өткерілмекте. Бұл конференция шеңберінде біз Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті қанегерлігіне 90 жыл атамасында кітап даяладық. Бұл кітапта қарап үйренгенімізде 280-ден зият диссертациялар жақланғанлығы, бұнда 60-қа жақын филология ілімдерінің докторлығы жұмысларының ісленгенлігі, 220-дан зият филология ілімдерінің кандидаты һәм филология ілімдері бойынша философия доктор диссертацияларының ісленгенінің куәсі болдық. Демек, 300-ге шамалас диссертациялар бұл халықтың сол іліми потенциалының жоғарылағанын, барлық түркі халықтар арасында Қарақалпақ тілінің де рауаждануда жоғары басқышларға жеткендігін көрінеді. Бұл дегеніміз Қарақалпақ тілі өзінің рауаждану тарихы менен бүгінге шейін өзінің бағдарларын тоқтатып қалмады. Har bir тарауда лексикология, синтаксис, фонетика тарауында, морфология, морфонология тарауларында, сондай-ақ әдебиеттануда қазіргі Қарақалпақ әдебиетін тек қана өз әдебиетімен емес, ал дүние халықтары әдебиетімен біргелікте салыстырып, әдебиеттану ілімлерінің тәжірибелерін Қарақалпақ әдебиетінде пайдалану арқылы жазушы шайырларымыздың да әдебиет тарауындағы, яғни роман жазудағы шеберліктері, повесть жазудағы шеберліктері өз алдына іліми диссертациялар көлемінде үйреніліп жатырды. Қайрат Аламұратовтай жастардың бар екенлігі тіл білімнің ертеңіне сенім оятады. Оның әрекетлері үйренуге болған шексіз ұмтылысы һәм сөзге болған мұхаббаты келешекте де жоғары жетістіктер үшін текар болып қызмет етеді.